назар аударыңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, бізге жазылыңыз. Зейнетақы төлемдерін тағайындау мен деректемелерге өзгерістер және толықтырулар енгізу туралы өтініш берген кезде Айркод код арқылы қол қоюға болады, деп хабарлайды Алаш айнасы КЗ тілшісі Инбасинс КЗ-ге сілтеме жасап. Бұл туралы БЖЗК АК баспасөз қызметі мәлім етті. Ақпаратқа сәйкес, мерзімсіз уақытқа белгіленген бір немесе екі топтағы мүгедектікке байланысты БЖЗК-ға төлемдерді ерікті зейнетақы жарналары есебінен төлемдер алуға өтініш беріледі. Бұрын мұны БЖЗК кеңселерінде немесе НПФ КЗ сайтындағы жеке кабинетте электрондық цифрлық қолтаңба арқылы жасауға болатын. Енді ЭЦК-ны Айркод кодпен қол қоюға ауыстыруға болады. Сондай-ақ Айркод код НПФ КЗ сайтындағы жеке кабинетте өз деректеріне өзгерістер және толықтырулар енгізу кезінде көмектеседі.